Қазіргі кезде ангиограмма жасағаннан кейін жиі кездесетін терминдердің бірі қан тамырларындағы бітелулердің кальцификациясы, яғни коронарлық кальцификация деп те аталады. Бұл жағдай әсіресе ұзақ уақыт бойы қант диабетімен ауыратын науқастарда жиі кездеседі. Бірнеше жыл бұрын коронарлық кальцификациясы бар науқастар коронарлық ангиопластиканың әлсіз тұсы деп саналатын. Негізінде, мұндай науқастарға коронарлық ангиопластика жасалмай, оларды шунттау операциясына жіберетін, себебі бұл кальцийді ашатын құрылғылар болмаған. Алайда соңғы бірнеше жылда бізде кальцийді қан тамырларындағы бітелулерден тазартылатын орбитальды артеректомия, ротациялық абляция, лазер және интраваскулярлы литотрипсия сияқты заманауи әрі жетілдірілген технологиялар пайда болды. Бұл технологиялар коронарлық бітелулері бар науқастарды емдеу тәсілін түбегейлі өзгертті. Сондықтан егер сізде ауыр коронарлық бітелуі бар және шунттау ұсынылған науқастар болса, әрқашан екінші пікір алуға болады. Біз бұл жағдайда ангиопластика мен стенд қою арқылы ем ұсынуымыз мүмкін. Ангиопластика мен стенд қоюдың ең үлкен артықшылығы қалпына келу уақытының жылдамдығы, яғни науқастар білектен жасалған шағын тесу арқылы жасалған процедурадан кейін 48 сағат ішінде ауруханадан шығарылады. Сондықтан коронарлық кальцификация енді ангиопластика мен стенд қою үшін 100 жағдайда айтарлықтай қауіп факторы болып саналмайды.